Қамдалып отырыңыздар. Құна жаман келе жатыр. Адамдар келді. Амансыз ба, тәбірем бер. Бағана фирмадан келе қой. Апа, қандай кәсіпте ұйықтап отыр? Аллах жар бола гөр. Айналайын жарығым. Айналайын жарығым. Тұяғыңның жалғасы құтты болсын балам. Бауы берік болсын. Маңдайы нұрлы болсын. Шекесі торсықтай ол келді дүниеге. Абайлап ұста, балам абайлап ұста, ғұмырлы болсын. Бисмиллахир-рахман. Алла тағаланың сыйғой бұл. Түсіме әннет бабамыз еніп, Ибрахим деп пайғамбарымыздың есімін анық айтты. Аян болды ғой. Ол бір берілген аян деп түсінді жолымаға. Бауы берік болсын, ғұмырлы болсын, құнеке. Ниет етіп есімін Ибрахим деп қоям. Сенің атың Ибрахим. Сенің атың Ибрахим. Сенің атың Ибрахим. Ибрахим пайғамбарымыздай пәк болсын, таза болсын, ақ болсын, кәусар болсын. Пәй, тіл көзім тасқа, тіл көзіміз тасқа болсын. Аулақ жүріңдер, Жүріңіз, құнеке. Жайлауға барып кетсек. Абайым менің. Қайдан келдің, қайдан жүгіріп жүрсің? Сондай тынымсыз бала болдың ғой. Абайлашы балам. Ертег айтып берейін ба? Бас киімі қайда қалған бұның? Еділмен жайықты айтып берейін ба? Еңліңіппен теректі айтып берейін ба? Айта берейін ба? Онда мен саған құла мергенді айтып берейін. Ертеде бұлдыр күн өткен, баяғыда күн өткен. Құла мерген деген батыр жігіт болыпты. Батырлығы күллі әлемге мәлім болыпты. Өзі сондай аңшы жігіт болыпты. Өзіне лайық сұлу әйелі болыпты. Абайым, тыңдап отырсың ба? Тыңдамайсың ба? Тыңдайсың ба? Сол сұлу әйеліне сол жердегі бір хан ойы жақсы емес екен балам. Сол сұлу әйелге құмартыпты. Айжан дейлерің не болды? Апа, таң атқалы бері Ибрахимнің қолынан бір кітап түспеді ау? Жаңағы бір кітапты қойдым мен мына жерге, иә? Не болды екен солай? Бұл кітап деген жақсы ғой балам, бұл бір жақсылықтың нышаны. Кітап емес па, үлгінің үлкені кітапта ғой балам, кітаппен дос болса кәндеки. Апа, елінің ағашы, осы айтабында? Ау? Ибрахим атын балама атпен ауыстырса қалай болады екен? Оның үстіне жеңгелердің тілдеріне де ауырлау болып тұрғаны? Ислам аттары қастерлі ғой балам. Атамасаңдар, атамаңдар. Абайым деп жүрмін ғой, абайым деп жүрмін. Өзі сондай абай болсын, байқағыш болсын, сақ болсын еді ұлады. Еліне жақ болсын. Абай болсын ендеше бұның аты. Ендеше апа, абай деп шақырайық. Абай деп Ендеше шақырайық. есімі абай болсын. Абай болсын. Ama бұл табылған бір ақыл болды ау, бәрі қуанатын болды. Асықпа. Қош келдіңіз сапарға. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Мен тағы да еске салып өтейін. Шымкент қаласындағы тарихы терең қара шаңырақ Жұмат Шанин атындағы драма театрында 50 жылдан астам уақыт еңбек еткен ардақты абыз актеріміз, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Парасат орденінің иегері, Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Сапарбай Өтемісұлы атамыз ортамызда қонақта. Сабақты ине сәтімен деген Сапар аға, бүгінгі күн сізбен қатар отырып 100-500 кездесуге бұйырған екен. Біздің ұядай ғана сахнамызға ұлы дала келбетін нар тұлғаңызбен сыйғызып жібергендейсіз. Үлкен әсерде қалған біз өзіңіз туралы көбірек білгіміз келеді.
Ақынымыз Сұлтан Махмұт Торайғыровтың мынадай сөзі бар. Арманың болсын, арманыңа жеткізер дәрменің болсын. Ал сіздің Сапар аға, дәрменіңізге пәрмен беріп отырған қандай күш болды? Қандай алып күш сізді алыптардың қатарына қосты? Осындай өнердің ауыр жолына алып келіп, сахна саңлағына айналдырды. Сол туралы әңгімелеп берсеңіз. Бұрынғы Шымкент облысы, Бостандық ауданы, жер жәннаты 50-60 жылы көктемде Өзбекстанға өтті. Мен әкеден де шешеден де жалғызбын. Шешем 11 құрсақ көтерді. Сөйтіп, әр жаста дейтін ана үйі өтіп кетті. Соңында әкей жат дейтін қос өгіз айдайды екен. 5 уақыт намазын үзбеген. Қос өгіз айдайды. Соғыс кезі ғой әкей. Мынау Абай кейіпкерлерінің бірі Зұлым Зұлқарнайынның баласы Ескендірдің өзі былай деген екен. Мен ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмір алдым. Ұстазынан сол өмірді жақсы өткізу туралы білім алдым деген екен. Сапар аға соншама қара бала бар, сары бала бар, солардың ішінен өзіңізді саралап, сайлап, мынау сахнаның төріне баулып дайындаған ұстаздарыңыз туралы әңгімеңізді жалғасаңыз. Менің ұстазым осы театрдағы кешегі өткен Ғайни Хайруллина, Әубәкір Ордабаев, Әкіш Шанин, Қасымхан Шанин, Мұхтар Өтебаев, Ақсақал Қалмұрзаев біздің алдымызда өтіп кетті. Ошақыр Ақиым мені 3-4 көне берді. Мінекей менің ұстаздарым. Қазіргі Айша Абдуллина, Бике Серікбаева көп қой енді. Сол кісілердің әйтеуір жасылын алда тұрсын.